Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы тең топтармен санау, тең топтарға бөлу. Бүгінгі сабақта сен заттарды топтап санауды, заттар тобын бірнеше тең бөліктерге бөлуді үйренесің. Суреттерге қарайық балалар. Әр бумада неше зат бар? Қанеке, бірінші бумада неше зат бар? Дұрыс, 4. Ал екінші бумада? Дұрыс, 5. Ал енді осы буманы 2-ге қанеке арттырып көрейік. Яғни 2 бума деп есептейік. Сонда бірінші суретте 8 болады, ал екіншісінде 10 болады. Дұрыс. Келесі тапсырма балалар. Әмірде 12 доп бар. Ол доптарды әр қорапқа 6-дан салды. Неше қорап қажет болды? Ол үшін не істейміз? Барлығы бізде 12 доп болды. Содан 6-дан азайтамыз. 12-ден 6-ны азайтамыз. 6, 6-дан 6-ны азайтамыз 0. 6-ны неше рет алдық біз? Қараңыздаршы. 2 рет. Ендеше неше қорап қажет болды? 2 қорап қажет болды. Келесі тапсырма қарайық. Дене шынықтыру сабағында мұғалім 28 оқушыны әр қатарға 7-ден тұрғызды. Неше қатар болды? Ол үшін дәл жаңағыдай 7-ден азайтып отырамыз. Яғни барлығы 28. Содан 7-ні неше рет азайта аламыз? Қанеке, көрейік. 28 азайту 7. 21. 21 азайту 7. 14. 14 азайту 7. 7. 7-ден азайтамыз 7-ні 0. Неше рет азайттық 7-ні? Қанеке, санайық. 1, 2, 3, 4. Ендеше неше қатарға тұрғызды? 4 қатарға. Жақсы. Келесі тапсырма. Есепті мен сіздерге оқиым. Соған сәйкес сызбаны төменнен тауып аламыз. Сырым мен алмас бел темірге тартылды. Бүгін сырым 15 рет, ал алмас одан 4 рет кем тартылды. Алмас бүгін бел темірге неше рет тартылды? Қанеке, төмендегі сызбаларға қарайық. Қай сызба сәйкес келеді екен? Дұрыс таптыңыздар балалар. Екінші сызба, әрине. Енді қанеке шешу мен жауабын шығарып көрейік өзіміз. Не істейміз? Сырым 15 рет, ал алмас одан 4 рет кем. Кем дегеннен кейін қандай амал қолданамыз? Азайту амалын. 15 пен 4-тің айырмасы 11. Жауабы алмас 11 рет тартылды. Жақсы балалар. Келесі тапсырма. Көңілді старт эстафетасына қатысқан әр командада 5 оқушыдан болды. Осындай 7 командада неше оқушы болды? Қанеке, сонымен 5 оқушыдан 7 команда дейді. Ендеше 5-ті 7 рет қосамыз. 7 рет қосқан кезде мәні қанша болады екен? 35. Келесі. Спорттық би сайысына қатысушылардың әр қайсысы 2 биден биледі. 6 қатысушы неше би биледі? Сонымен қарайық, 6 қатысушы бар екен бізде. Олар 2 биден биледі. Ендеше 2-ні 6 рет қосамыз. Қанеке, көрейік. 2 қосу 2, 4, 4-ке 2-ні. 6, 6-ға 2-ні. 8, 8-ге 2-ні. 10, 10-ға 2-ні. 12. Сонымен, бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.